Осылай менің влогым басталады. Менің бірінші машинам Ford Mondeo. Медет болса әдемілеп билеп жүр. Осындай 2 литровый бірінші машинам. Міне мен екінші машинам. Жоқ, достар. Бұндай машина жету қайда? Мен 2 досым. Бұл баланың іші пісіп, TikTok қарап отырған күйі бар. Мерседес соска қарыңдар. Настоящий фильмдарда алдай тұрған. Егер сіздерге екеуін таңдап қалса, қайсысын алушы едіңіздер? Ford Mondeo обычный жұмысқа барып келетін, ешқандай уайым жоқ, қайғы жоқ, сынбайтын. Немесе мынандай айуан десе айуан, ол задний привод. Түрін айтсай түрін, ё-майо, 18-ші диск салған. Любой қыз сенікі болатын машина ма. Бірақ анда-санда сынып тұрады да. Сынанды да жасап қойсаң больше сынбайды. Деп Арманды сынады деп ренжітпей қойын. Дамир қызмен сөйлесіп отыр, Арман әлі отыр TikTokта. Медет өз кайф өзінде. Бұл машинаның негізі іші идеальный. Тек сыртында мелкий кусочек проблемалары бар. Ведущий, екінші ведущий. Жалпы бүгін біз негізі влог түсіру себебіміз кішкене ақырындап бриф жасаймыз ба деген ойда болғанбыз. И кішкене видео жасамыз, қазір отрывоктарды салып кетеміз. Түсіндіріп кетейін, осының алдында біз жүргенбіз ғой машинамен дрифтап етеді, бірақ сол видеолар жоғалып кеткен. Оператор 240 теңгеге курс оқып алған. 240 теңгеге. Кран, талап пику ичіп бір нәрсе деген. 240 теңгеге табилой оқып алған. Вообще түсіре алмады. Салып кетеміз, бірақ соған настроениямыз жоқ, отырмыз, не істерімізді білмей. 5 теңге бензин жақсып қарап тұрсаңыз, зайбал дұрыстап оқымайсың да, біле. Өзіңіздің машинаңыз туралы 1-2 ауыз сөз айтып кетсеңіз, қанша алдыңыз? Мен машинам 2.200.000 теңге. Mercedes-Benz C220, 2.2 объем, 111 мотор. Жалпы осы машина. Қымбат алып қойдың деп айтпай ма әлдер? Жоқ, қымбат алғанның өзінде, мен білмеймін, өзім көңілім тояды, 2.200 алған. Салон әдемі екен, е? Салонын көрсетіп берсеңіз. Салон белый. Мына біздің балық. Полный комплектация Audi, е? Почти полный комплектация. 93-ші жылғы машина. Дисктардың өзін айтсай. Диск итальянский, 500 метров. Деп айтқан маған. Қандай проблемалар болды бұн? Бұда проблема, бірінші проблема редуктор, екінші проблема граната, қалған бәрі нормально сесен. В общем, сыртынан қарасаң идеально. Главный роль ешкімді отырғызбау керек. Қыздар арты кеңді. Арты кең. Арты кең, оп-оңай жасай аласыздар. Мұна просто аяғыз. Багажникқа өте тап-таза, құты бала екен. Қанша адам сияды? 2 адам семьялы алып барсақ болады. Ясно. Опа, осымен видео аяқталатын сияқты. Амерсін өсіріп кетті қарбатсыз. В общем, айдаладан мынау бір бәқі келді, көз алдымызда айналдырып кетті ғой. Қазір айналып қайттан келеді. Мынау мақтанам десе мақтанады екен да, е? Қара. Әдейі Мерсті түсіріп атқан кезде келіп, BMW-ны қараңдар деді ол примерно. Что-то екімен айналдырып атыр ма, бірдеңе сияқты, е? Дұрыс кетіп атқан жоқ қана біріншісі жынды кетеді, оны сүрмей алдым. Жаңа М5. Мұны ерде көрдіңдер, короче. Ноль сила. Микки лайфты. Subaru аламыз көресіз.
А мазадан ничего себе. Нормально. Эвакуатор керек машина негізі жалпы. Осындай видео шықты. Қош болыңдар.